Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Бүгін міне қаңтар айының 8-і. Көптен бері бейне салмай едім. Сол бір бейне салып түсірейін деген ой. Мынау менің қойларым. Мынау сиырдан қалған шөпті ұзынынан жайып тастадым. Мына жерге сиырдан желінбей қалған шөпті. Соны жеп жатыр. Мынау болса қойдың астынан шыққан қалдықтары шөптен қалған. Міне. Мынандай осындай болып қалды. Қой қалдың іші. Тырнап тазалап қойдым барынша. Мынау менің Құтжол деген итім. Ал анау тұрған Бейбіт деген жігіт. Өздеріңіз танисыздар. Қысқы демалысқа келіп жүр бұл. Қысқы демалысқа келіп. Бейбіт қалай демалған жақсы ма? Қыста ауылда қорада малға арасқан. Не істейсің сен? Қандай қызметтер атқарасың қорадың ішінде? Açış. İşten istemiyorsun be? Al. Başbақтардың жапасын кымалады, сиырдың жапасын. Боғын кымалады. Сен алмайсың ғой. Үстін біліп қалады. Қойларым мынау сек тұрған көк. Мынау қалған шөптер жинап жатыр. Бұлар әзірге 1 сағатта осы жерде тұрады. Сосын шөп салып қоямын, сосын өзінің орындарына кіргіземін. Мына шөптерді жеп алады. Тақырлап. Мына шөптерді тақырлап жеп алады. Ал бұл баспақтың орны, бұнда да сәдөгі бар. Сәдөгтің ішіндегі шөптерін жеп жатыр мен. Мына қойлар ақ қой бастаған. Ақ қой, қоңыр қой, көк қой. Ай, Құтжол не болды? Құтжол? Бөтен кісілер кіріп кетіп жатыр ма шаруаққа? Құтжолға. Кел, Құтжол. Құтжол. Шош кетті ба? Құтжол деген мен төбетім ғой. Ей, шабака. Бір жасар ит өзі. Ал әзірге осы. Енді малға шөп салайын. Мен жерде пішен аула. Пішен қора дейміз. Міне. Менің биылғы шөптерім. 8 жүктей алғым. Содан жегені бір айдай көлемінде жеді ғой. Желтоқсан айында желінген шөп бұл жерде. Бәрі осы жерден бұлай толып тұрған шөп болды. Астын шешіп, астын шешпесін. Не болады? Асты ашылып кетіп, ешкілер кіріп кетіп тұр. Пішен аула. Ішінде бұзауы бар. Мынау сол биылғы шөптің түрі енді. Осындай қазір біздің жақтарда қуаншылық болып жатыр. 1-2 жылдай болды. Осы шөптерді жейді, енді өздерінің жеріндегі шөптер ғой. Мынау қандай шөп, а? Білесің бе?
Осыны беш, ешкеге жаман жейді ұстады. Түсіріп атырмын. Шөпті жақсы жейді осындай шөптер. Мия қорап кемей. Қораған екен, ешке Бар, жасылдар да бар. Жасылдар да бар, Бұл бөлек шөп қой, бұл деген. Сонынан алған шөп қой. Бұнда ақ шөп, еркек шөп, неде аралас шөп. Мұны да аралас шөп енді. Ішінде жантағы да бар. Ақ шөбі де бар. Жаңағыдай шөп бар, жұмсақ шөп екен өзі. Қолға да кірмейді. Жұмсақ қара. Үлдәні көріп екен. Қошқар, тоқты қошқар ғой менде. Кішкентай қошқар ғой. Аузында тұр, бейбіт. Қақпада тұр. Ешкі жауып тұршы мына, ешкі кірді әні. Ана ешкі қуып шық, қайдап шық. Мына ешкін жауып тұр. Қошқар деген мына төбелі ғой. Алаяқ. Тоқты ғой. Кішкене күйікке түсіп, істеп қалды. Мынау сек тұрған. Ар жағында тұрған қошқар, тоқты қошқар. Енді тұсаққа шығады ғой биыл. Биылғы тоқтылар. Қошақандар. Білмейм, тоқтыныкі шығар, білмейм, қойдыкі де білмейм. Бұлар енді апрель нелерде түсті ғой. Төл деген қозылар ғой, апрельде төл деген қозылар ғой. Марттың 25-нен бастап төлдеді ғой. Негізгі үлкендердің бәрін сатып жібердім ғой, еркектер. Кетті мен көбі апрельде. Яғни сәуір. Уақыттар бар, уақыттардың ол дейтін ненікі ғой. Өз тоқтының қозылары ғой. Ақ қозылар. Мынау да сол көктемдегі лақтар. Жарайды бұлай тоқтылар. Қысқы тоқты емес қанша дегенмен. Сосын биылда жер кішкене шамалы болды, жаздай жаңбыр болған жоқ. Соның да бір әсері бар ғой. Ол малға деген. Күзгі көк шыққан жоқ, күзгі көкке жайылса жақсы. Мал жақсы оны алып қалатын еді. Күзгі көк болған жоқ. Енді біздің жақта тұратын адамдардың бәрі біледі оны. Ол биылғы малдың күйіне өкпе жоқ деп бәрі де айтамыз, мал сойған кезде. Соның құрғақшылықтың ішінде ешкілер, кейбір ешкілер семіріп өтеді. Кішіне май шығып өтеді. Алдында бір ешкі сойдық, бөтекесі тасымай. Ойдағы ешкі ғой енді. Мынау өрсек, білмеймін, ішінде құрты бар ма? Оны алмайды да, келеш. Құйдың ғой соның өзінде. Оны алмайды, әлде өзінше қошқар болып қойған десе, қошқар бола ма? Қойға. Ал бейбітжан, есікте тұр, біздер мұнан шөп лақтырып, шөп салайық. Ал әзірге жақсы. Біздер енді тікелей өз қызметімізге кірсек, шөбімізді салып, малдарымызды кіргізейік ішке. Әзірге сау болыңыздар.